Сәлеметсіңдер ме білім алушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы тыныс алу мүшелерінің қызметі мен құрылысы. Сабағымыздың мақсаты тыныс алу жүйесінің мүшелерінің орналасу аймағын және құрылысының ерекшелігі, мұрын қуысын, көмейді, кеңірдекті, бронхтарды, бронх ағашын, өкпені, өкпе қапшығын көкірек арқылы оқыту. Тыныс алудың маңызы. Тыныс алу жүйесі өте маңызды газ алмасу қызметін атқарады. Ал газ алмасусыз тіршілік ету мүмкін емес. Организм мен сыртқы орта арасында оттек түсіп, көмірқышқыл газының шығарылуымен байланысты жүретін газ алмасу процесі тыныс алу деп аталады. Оттектің ұлпаға түсіп, көмірқышқыл газының шығарылуы қан арқылы қамтамасыз етіледі. Қан мен атмосфералық ауа арасындағы газ алмасу тыныс алу мүшелерінде жүреді. Тыныс алу жүйесі, тыныс алу жолы, тыныс алу мүшесі немесе газ алмасатын мүше деп екі топқа жіктеледі. Тыныс алу жолына мұрын қуысы, көмекей, кеңірдек, бронхтар жатады. Тыныс алу мүшесі өкпе. Танау арқылы ауа сүйек шеміршек қалқасы арқылы екі бөліктен бөлінетін мұрын қуысына түседі. Мұрынның түбі, қыры, ұшы және желбезегі бар. Әрбір бөлікте қалқада мұрын қуысының ішкі бетін ұлғайтатын үш мұрын қалқаны орналасады. Ол тербелмелі эпителийлі, сілемейлі қабықпен жабылған және көп қан тамырлары бар. Тамырлар мен аққан қан дем алған ауаны дене температурасына дейін жылытады. Сілемейлі қабық бөлетін сілемей ауаны ылғалдайды және шаң мен тозаңдардан микроорганизмдерді тұтып қалады. Сілемейде тұтылған микробтарды лейкоциттер фагоцитоздайды. Содан кейін эпителий кірпікшелері арқылы шаңмен бірге сыртқа шығарылады. Мұрын қуысының сілемейлі қабығында иісті қабылдайтын иіс сезу жүйкелерінің ұштары болады. Балалардың тыныс алу мүшелері салыстырмалы кішкентай және анатомо-гистологиялық дамуы жағынан аяқталмағандығымен сипатталады. Ерте жастағы баланың мұрыны кішкентай, мұрын жолдары тар, төменгі мұрыны жолы мүлдем болмайды. Жақтардың өсуі, тістің шығуымен бірге мұрын жолдарының кеңеюі, қосалқы қойнауларының көлемінің ұлғаюы өтеді. 4 жасқа қарай төменгі мұрын жолы пайда болады. Көмей ауаны жұтқыншақтан кеңірдекке өткізеді. Ауыз қуысындағы мүшелермен бірге көмей дыбыс түзу және айқын сөйлеу қызметін де атқарады. Көмей іші қуыс түтік, ол мойынның алдыңғы бөлігінде 4-6 мойын омыртқалар деңгейінде орналасқан. Қалқанша мембранасының көмегімен тіл асты сүйекке ілініп тұрады. Көмейде 6 шеміршек бар. Олардың 3 жұп, ожау, мүйіз, сына шеміршектері, 3 тақ сақинаша, қалқанша, көмекей үстіндегі шеміршектер. Көмей қабырғасы сіңір, буын және бұлшық еттермен қосылған бірнеше шеміршектерден тұрады. Тағамды жұтқанда көмекейге кіребес шеміршек көмей қапшығымен жабылады. Ең ірі шеміршек мойынның алдыңғы бетінде тұратын қалқанша шеміршегі. Көмейдің дыбыс сіңірлері мен көмей қақпақшағына басқа ішкі беті тербелмелі эпителийлі сілемейлі қабықпен қапталған. Көмей шеміршектері арасындағы екі дыбыс сіңірін түзетін сілемейлі қабаттар болады. Олардың арасындағы кеңістік дыбыс саңылауы деп аталады. Дауыс дыбыс тыныс шығарған кезде дыбыс сіңірінің тербелісі нәтижесінде пайда болады. Дауыс түрі мен оның тембрі дыбыс сіңірінің ұзындығына байланысты. Кеңірдек өңештің алдында орналасқан түтік, ұзындығы 9-15 см, диаметрі 15 мм, ені 1,5-2 см, 5-7 мойын омыртқаларының тұсында басталады. Ал 5 кеуде омыртқасында деңгейінде кеңірдек негізгі 2 бронхыға бөлінеді. Кеңірдектің бөлінген жерін оның бифуркациясы деп атайды. Кеңірдек 16-20 аралары буындарымен біріккен жарты сақинаша шеміршектен құралған. Бронхлар, бас бронхтар кеңірдекке ұқсас жарты сақинаша шеміршектен тұрады. Оң бронх сол бронхтан кең және қысқара. Оң және сол жақ өкпеге кіреді. Содан кейін өкпе тармақталып, бронха ағашын түзеді. Ең ұшындағы жіңішке бұтақшалар бронхиола деп аталады да альвеолаларға аяқталады. Кеңірдек пен бронхиолада сілемейлі бөлетін тербелмелі эпителиймен жабылған. Кірпікшелер сілемей мен микроорганизмдерді жұтқыншаққа бағыттайды да сонда жұтылады.
Өкпе кеуде қуысында жүректің екі жағында орналасқан шымыр кеуде жұп мүшелер. Өкпенің пішіні кесілген конусқа ұқсайды. Конустың ұшы жоғары, табаны төменге қараған. Ұшы бұғана сүйегінен 2-3 см жоғарыда тұрады. Өкпенің сыртқы дөңес бетін қабырғалар қоршайды, ал ішкі ойыс жүрек жақ бетінде өкпе қақпасы орналасқан. Өкпе ұшы жоғарыдан төменге қарай кеңейген. Өкпенің үш беті қабырғалық, көкет және бір-біріне қараған медиал беттері болады. Ал бас бронхтар өкпе артериясы, екі өкпе венасы және лимфа тамырлары өтетін өкпе қақпасы болады. Әр өкпе сайлар арқылы бөліктерге бөлінген. Оң өкпеде 3 және сол өкпеде 2 бөлік бар. Бөліктер сегменттерге бөлінген. Оң өкпеде 11 сегмент, сол өкпеде 10 сегмент бар. Бронхиолалардан басталған респираторлық жолдың жиынтығы жүзім шоғырына ұқсайды. Оны ацинус деп атайды. Ацинус өкпенің капилляр мен ауа толған альвеоланың газ алмасатын құрылыс бірлігі. Ересек адамның әрбір өкпесінде 15 мыңдай ацинустар, 7 миллион альвеола болады. Альвеола диаметрі 0,2-0,3 мм, тереңдігі 0,6-0,3 мм. Ауаға толы өкпе көпіршіктері. Альвеола қабырғасы бір қабатты эпителийден тұрады. Сыртқы капиллярлардың қалың торымен шырмалған. Капиллярлар мен альвеолалардың жұқа қабырғасы арқылы газ алмасу жүреді. Альвеоланың ішкі бетіне эпителий жасушаларын түзілген жұқа қабыршақ плевра қапталған. Осы қабыршаққа байланысты көпіршіктер қабысып қалмайды, тұрақты көлемін сақталады. Қабыршақ микроорганизмдерден де қорғап тұрады. Өкпе қақпа арқылы өкпе артериясына кіреді. Өкпе артериясы бронхтар мен бронхиола артериясына тармақталады. Ең соңында альвеоланы қоршаған капиллярлардың торы пайда болады. Осы жерде газ алмасу өтеді. Нәтижесінде қан оттегі кенеліп, өкпе венасы болып жүрекке бағытталады. Өкпенің қапшығы оң және сол өкпені бөлек орап тұрады. Өкпе қаптың сыртқы жапырақшасы кеуде қуысының ішін астарлайды, ал ішкі жапырақшасы бүкіл өкпені қаптайды. Жапырақшалар арасында аз мөлшерде өкпе қап қуысы бар. Оның ішінде тыныс алу кезінде екі жапырақтың үлкейісінен азайтатын азғана сұйықтық бар. Ішкі плевраның үш беті бар: көкеттік, қабырғаға және аралық қараған беттері. Олар бір-біріне өткенде кеңістік қапшықтар пайда болады. Қапшықтардың тыныс алуда зор маңызы бар. Олар өкпенің еркін қозғалуына мүмкіндік туғызады және оны орап тұрады. Үйге берілген тапсырма: тыныс алу қозғалыстары бойынша тыныс алғанда және тыныс шығарған кезде қандай іс-әрекеттер болатындығын кестеге жазыңыздар. Сабақ аяқталды. Назарларыңызға рахмет.